Сәлем достар. Бүгін жеңіл әрі дәмді тойымды өте керемет салаттың бірі мужской каприз жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Піскен етті майдалап тураймыз. Өздеріңіз ыңғайлы етіп майдалап турап аласыздар. Ыдысқа салып піскен етіміздің оның үстінен майонезбен жүргіземіз ары бері. Жүргізіп майонез әрлеп, оның үстінен пісірілген картопты үкіштен өткізіп, жақсылап піскен еттің үстінен картопымызды қоямыз. Картопымызды піскен еттің үстінен жақсылап әрлеп қойып, бұл картопымыздың үстінен де майонез бен араластырып әрлейсіздер. Майонез жүргіземіз. Әдемілеп өздеріңізге ыңғайлы етіп. Одан тұздалған қиярды әдемілеп турап, үстінен майонез жағамыз. Бұл қиярдың үстінен де майонез жүргіземіз. Майонезді жақсылап жүргізіп, үстінен көбірек піскен картопты да қосамыз дәмді болу үшін. Міне картопымызды тағы да қосып, майонезбен үстін әрледік. Одан піскен жұмыртқамызды да үкіштен өткізіп, әдемілеп, әрлеп, бұны да үстіне жақсылап жайғастырамыз. Ол жұмыртқаның үстіне де майонезді сеуіп, араластырып, сырды да үкіштен өткізіп, үстінен себеміз ыңғайлы етіп. Міне салатымыз дайын болып қалды. Қалауларыңызша әрлейсіздер, үстінен укроппен. Міне біздің салатымыз дайын, өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады.